Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Ирафифа. Бүгінгі видеода біз PSG командасын жинайтын боламыз. Видео басталмастан бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер, ал біз бастаймыз. Негізі мен осы видеоның алдында тағы да бір видео түсірген болатынмын. PSG-ны жинау, ол жақта өте көп ұзақ видео болатын. Мен игроктарды көп едеткем. Өте ұзақ болатын, бірақ ол видео өкінішке қарай өшіп қалды. Мен уже игроктарды сатып алдым. Осы 53 подписчикқа шейін жеткізіп тастапсыздар. Енді Новый годқа шейін бұйыртса 70 подписчикқа шейін жеткізіп тастайықшы достар. Біріншіден біз воротаға Доннарумманы қоямыз. Сосын игроктардың бәрін ол үшін етіп тастаймыз. Доннарумма. Ал левый нападающийға біз әрине Неймарды қоямыз. Шатасып кеттім. Так. Енді нападающийға біз әрине Мбаппені қоямыз. Тағы да қандай команданы жинайын, комментарийға жазып кетіңіздер. Месси тұрсын. Так, тыпы дейді. Бұл жақта бізде осы игрокты алған болатын. Мен походу. Сосын осығанда. Так. Мен екеуіне де өкінішке орай бір цифр қойыппын. Жарайды, оны қазір сатып ала саламыз. Лызға біз әрине. Так. Лызы қайда, лызы. Лызы үшін алған болатын біз. Біз қайда, білейін. Үстінде алып қалдым екен. Жоқ, астында. Так. Оған үшін біз защиттерді ауыстыра берейік. Так. Рамс. Так, пысыға. Осы игрокты қойық. Так, енді бізге бұл жақта екі ақ игрок қалды. Мен игрогын бәрін қарап шығайын. Бұл жерде болу керек игрок. Мен сатып алғам. Так. Не, лызы да. Левый нападающийді біз таптық. Міне тұр екен. Және игроктардың түгелін ол үшін етіп шығам. Және бізге ципы керек. Ципыдан мен біреуді сатып алдым. Бір адам сатып алдым ғой. Так. Мен ципаға осы игрокты қоя салайын. Міне бізде осындай состав шықты. 98 дейді. Егер сіздерге видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.